Сәлем құрметті көрермендер, Әсем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірілімде сіздерге қазіргі кезде инстаграмда көргенде боларсыздар. Қазіргі кезде міне бидайым қалай өсіп жатыр. Міне көрсетейін сіздерге. Міне қазіргі кезде неше күн болғанын білмеймін, точно сіздермен бірге кеткен болатынмын. Қазіргі кезде міне осындай өсіп жатыр. Бұдан енді мен кішкене көбірек егіп жібергенмін. Ісіп деген қаншама шыққан жоқ. Көбірек еккенде жақсы, бірақ та енді тары деген кішкентай болғасын ыдысы бір-біріне қыстырылып жатыр. Әзір жаман емес, күнделікті сумен шайып отырамын, себебі қанша дегенмен ол бұзылып кетеді. Міне бет ұстаған кезде қазір көрсетейін, міне яғни асты тамырланып, уже марлың бәрін орап тастадым. Көрсетейін. Өте тез не істеледі, жаңағыдай тамырланады. Тез осын дайындап қойғанда уже екіншісін мен уже дайындап қойдым кішкентай ыдыстарға. Басқа не етейін, жерде көріп тұрсаңыздар герандар. Мына герань мысалы қандай түсті екенін білмеймін, дымы жоқ болып тұрған. Міне қазіргі кезде өте үйге алып келгеннен күшті болып өсіп жатыр. Мыналар да солай. Мыналарды да негізі гүл деп жатыр. Гүлін алып тастайын ба деп едім, онымен қимай тұрмын. Міне үй гүлдерінде қарасаңыздар. Себебі оны алып тастасаңыздар, мысалы гүлдің ала жасылдар, жапырақтары өте көбірек болып шығады. Сол себептен негізі барынша алып тастаған жақсы, бірақ та далада бізде жаңбыр, міне гүл жоқ болғасын әдемі болып тұрсын деп алмай тұрмын. Негізі алып тастаған жақсы. Және де міне көріп тұрсаңыздар, іштерінде кәдімгі мандариндерді мен салып тастадым. Және де міне бананның қабықтары. Олар неге салдым десеңіздер, күнделікті біз енді кәдімгі фрукты жеп отырамыз ғой. Соларды кесіп болса кептіріп мен үстіне қойып қоямын, әбден өзі құрғап. Әрі витамин, әрі жаңағыдай осылай топыраққа шіріп, құнарлы топырақ болып кетеді. Малға да ауысып жатыр. Малдарға көбінесе апельсин цитрусы беруге болмайды дейді, сол себептен осылай салып қойдым. Әрі де бұл жаңағыдай майда шыбындар бар ғой, соларға помогать етеді екен. Келесіде міне тоже солай міне бүгін дайындағаным сіздерге көрсетемін. Бұда көріп тұрсаңыздар кішкене азырақ салдым. Кәдімгі тарелкаға салғандарым болды. Және жуа, басқа ештеңе жоқ. Мынаның ішінде сіздерге көріне ме көрінбей ме білмеймін. Алдында сіздермен бірге кесіп істеген петуния гүлінің жаңағы нелері әзірге жаман емес, жақсы болып тұр. Көреміз енді. Жаңа ұсағынан кішкене тестерге міне ұсағы кішкене сәл ауырған, міне өте ұсақ болғаны сол жер қиын, міне көріп тұрсаңыздар. Мына жерде мысалы помидорлар, міне сіздер көріп тұрғандар үйде өсірілетін помидорлар. Міне қараңыздар, тамырлары өсіп уже үлкейіп қалды. Ешбіреуі де өлген жоқ, қаншасын ектім, соның өлген жоқ. Және де мына жерде мысалы екеуі тұр ғой. Екеуінің негізі біреуі қазір мынаусы өте кішкентай болған, тек қана екі жапырақ қана болған. Көріп тұрсаңыздар, мынаны қуып жетіп, міне бірдей болып тұр. Мынау чисті көңге өсірілген, яғни көң 2 жылдық па, жылдық па. Және де ішінде көңнің ішінде құм бар, сосын гүл бар. Солай. Мына жерде міне тоже помидорлар, мына жерден суға мен өлтіріп алдым. Тоже үйдің помидорлары, салат. Және де петрушка. Мына жерде ащы бұрышты білеміз, оларымыз. Ащы бұрыштың екеуін өсіргенмін. Әзірге ол да жайлап шығып жатыр. Және де сіздермен бірге еккен тоже салат, укроп, жаңағыдай петрушка. Мына жерде укроп пен петрушканы әлі хабар жоқ. Тек салатымыз ғана бастап шығып жатыр. Енді қазіргі кезде күн аз болғандықтан мен кішкене созылыңқырап кеткен. Дегенмен де әлі қуып жеткен ойдамын барлығы. Мына екеуінен әзір хабар жоқ. Енді пока осылай бетін мына жерде асын салат жағын кішкене ашыңқырап қоямын да, мына жағын жауып қоймасам әлдеден кеуіп қалмасын дегенмен жуа міне өсіп жатқан қызанақтарды, гүлдерді кішкене айырыстырып, бұйырса мына қызанақтардың барлығын толтырайын деп тұрмын. Терезеден алдым, мыналардың барлығын стаканда осылай егем. Желеп мына кашуктерге отырғызып, или қаймақ талтысына осылай отырғызып отырамын. Себебі былтыр бір түйір помидор егіп, бір түйір помидордан шамалы қызанақ жеп оттық. Кішкене молдырақ жегіміз келеді, сол себептен кішкене осылай көбірек өсірейін деп жатырмын. Және де петрушка, міне петрушка өте күшті өсіпті. Солай. Келесін менде үй гүлдері дейтінде үй гүлдері жоқ. Міне көріп тұрсаңыздар осылай катарантустар гүл деп жатыр міне. Және де мына жерде петуния гүлі, тоже бұл жерде де жаңағыдай орех нелерді салғам, міне петуния гүлі. Суды көп құюға тырыспаймыз. Көктем кезде, күз кезде, кешіріңіздер. Суды көп құймаймыз, себебі майда шыбындар қаптап кетеді. Тақал көп болып жатса майда шыбындар, арнайы шыбынға алатын лента бар ғой. Сондайды қойсаңыздар, соған жабысып барлығы сөйтіп құтыла аласыздар. Және немесе жаңағыдай цитрустарды салып қойыңыздар. Ол да помогать етеді. Және де чеснок егіп қойып алатын. Чеснок мына жерден қиып алдым, міне қайтадан өсіп жатыр.
Так, мына жерде де сонан алған жоқпын енді. Енді артық чесноктарым болса, әсем болса егіп қойсаңыздар болады. Айдан жүр. Жаңбыр қойды. Кішкене шығады. Мына жерде мынау мысалы көрсеткенде сіздерге қызанақ. Қызанақтың бір жаман жері кейде ауырып қалатын да бар. Былтыр сөйтіп құртып алдым. Дегенмен биыл енді жақсы міне. Қаншама қызанақ. Өте әдемі да. Болашақ қызарып тұрса, одан да әдемі болады. Тұқымы бар, беріп салам десеңіздер. Мына петуния барлығымыз білеміз. Мынау аспарагус деген гүл тұқымынан шығарған. Білетін шығарсыздар. Біреуін білсеңіз, біреуін білмейсіздер. Және де не? Кәдімгі герань. Герань негізі ұйқыға кету керек қой. Мыналарды мен алмай тұрмын. Шамалда ертең помидордан өскеннен кейін бұларды алып тастап, мыналардың бәрін қараңғы жерге, жылы жерге апарып тастаймын. Сол жерден өседі. Аспарагус теплицада тұрған ғой. Сол, көріп тұрсаңыздар, соның несі бірінші шыққаны. Ол қорғап, қорғап, сол мен қайтадан жаңа нұсқасына шығып жатыр. Өте бетіп, жаңағыдай қалай айтам, аспарагус деп интернетте іздесеңіздер шығады. Бір 2 ма 3 тұқым болды ішінде, соның міне 3 тұқым болды деймін. 3 тұқымның міне біреу ғана шығып тұр. Өте көп шығады, бір айдан кейін өседі міне. Әзірге жаман емес, жайлап шығып келе жатыр. Мен бұны үкіметтің топырағын еккен жоқпын, кәдімгі топыраққа көңге ектім. Көңге еккен, көріп тұрсыздар, живой пример. Егер аулаларыңызда не болса, 2 жылдық көң болса, соны кәдімгі топырақпен және күлмен тақа қорқатын болсаңыздар, кәдімгі жаңа немен үкіметтің базардағы топырағымен араластырып болса ексеңіздер болады. Мынау мысалы тек қана күлмен құммен араластырып судан өсіп тұр. Міне қалай көріп тұрсаңыз, чеснокты барлығы да күшті өсіп тұр. Яғни қазіргі кезде бұған витамин барлығы жетісіп тұр. Енді мыналардың бәрі шығып болғаннан кейін қызарғанын күтетін боламыз. Енді сіздерге қызыл жағдай айтайын. Мына жерде мен драцена гүлінің арасына білмеймін қандай семенаны тұқымдан екен, шашылып қалған екен коробканың ішінде. Бұл не семенаның қай тұқым екен, қай помидордың тұқымы екен білмедім да, әшейін маған шаша салғанмын. Өссе өседі, өспесе көктемде өсер, может деп. Көріп тұрсаңыздар, мына қараңыздар. Шығып жатыр, мына қараңыздар. Біреу өледі, біреу шыққан. Перец барлығы араласып жатыр. Енді бұны білмей тұрмын, алам, не істеймін ба? Егіп көрейін ба, егіп көрмеймін ба деген ойдамын. Сіздер не дейсіздер? Егіп көр десеңіздер, егіп көрейін, қандай қызанақ екен, может ұзын қызанақ шығар. Может сары қызанақ, может қара қызанақ шығар, мен точно білмейді екенмін. Сол себептен білмей тұрмын. Может мүмкіндік берейін ба бұған, әлде бермей-ақ қойайын ба деген сияқты. Сіздер не дейсіздер, соны істейін. Әйде мына жерде де көріп тұрсыздар, мына кеше драценаны отырғызғанмын. Сол кезде бетінен банан қауын апельсин салғанмын. Банан қауын ұш қорап топырақ сияқты болып кеткен. Көңге тоже жестік көңге отырғыздым. Себебі витамин жетіспей қалсын. Егер сіздерде гүл көп болмай, ондай аз болса, онда кәдімгі магазиннің топырағына отырғызсаңыздар болады. Этаж жерде тұрсаңыздар. Егер осылай гүлдеріңіз көп болып, или жерде тұрсаңыздар, онда осындай көң пайдалансаңыздар болады. Және де үй гүлдеріне біреу міне көріп тұрсаңыздар, қаланхолия гүлін барлығын білетін шығарсыздар. Өте оңай тамырланады, өте жапырақпен тез жанады. Қалай? Жапырақпен де көбейетіні қараңыздаршы. Осы тамырланған түрі болды бір. Ол сарысында, міне көріп тұрсаңыздар. Тамырланады, тез тамырланады, бірақ бір жаман жер жапырақтан көп шығады кішкене. Бірақ мынандай несімен суға құйып қойғанда мамин тамырланады. Бұл қаланхолияның түрі бар, біреу гүлдейтін түрі бар, гүлдемейтін түрі бар. Бұл гүлдейтін түрі және де қаланхолия қыста гүлдейді, және күннің аз кезінде бұл ақ түсті болып гүлдейтін қаланхолия. Және де мына кәсінде барлығымызда білетін шығармыз, тешін язықты қысқа түрі. Тоже сол. Және де бегония гүлдемейді, гүлдейінде. Кішкентай қызыл гүл болып шығады өте. Сондай жапырағы өте әдемі. Мынау пеперомия деген бұл жапырақша түсіп бетіп. Пеперомия түрлері болады, бұл да сондай. Женский шайсын барлығымызда білетін шығармыз, тоже сол. Және де мынау тоже тешін язык, ұзын түрі. Бұны мен кәдімгі қалай айтсам болады, бір жерден алдым. Мынандай кесіп осыны суға салып, менде видеода бар. Тамырлатып сол арқылы шығарғандарым міне көріп тұрсаңыздар. Бұйыртса ертең әбден өскеннен кейін ақ кашопке, ұзын ақ кашопке егіп қоятын боламын. Әзірге солай өзімше армандап жатырмын. Енді пока міне көріп тұрсаңыз су құю керек, барлығына су көп құймай отырсам, себебі майда шоны қаптап кетеді. Сол себептен құрғатып қиямын. Міне мыналардың барлығы, мына жапырақтардың барлығы сол. Мынандай жапырақтан шыққандары көріп тұрсаңыздар, міне өте әдемі. Мыналардың барлығы өскенде мыналардың төбінен қиып тастайтын боламын. Солай.
басқа әзірге жаңалық жоқ. Бұйыртса сіздермен бірге барлығын қалай өсіп отқанын, қалай жеміс беріп жатқанын барлығын түсіріп отыратын боламын. Каналға жазуды ұмытпаймыз. Әлде Инстаграмда тапсырыстарды қабылдап жатырмын. Инстаграмға жазылыңыздар, каналға жазылыңыздар. Бұйыртса тағы да түсірімдер болады. Сау болыңыздар.